Отан отбасынан басталады. Бүгін елімізде халықаралық отбасы күні кең көлемде аталып өтілді. Осыған орай Тараз төрінде әсем ән мен шаттыққа бөленіп, Қайрат Рысқұлбеков саябағы мерекелік думанның орталығына айналды. Отбасы адам баласының алтын діңгегі, тәрбие мен құндылықтың бастауы. Бүгінгі мерекелік шара да осы ұлттық құндылықтарды ұлықтауға бағытталды. Шара шымылдығын Бозторғай бүлдіршіндері бимен ашып, сахнадағы әрбір ән отбасы мен ана тақырыбына арналды. Әсіресе өнерлі жұптар мен триолардың орындауындағы туындылар көрерменге ерекше жылулық сыйлады. Саябаққа жиналған жұрт үшін бұл жай концерт емес, жақын жандарды тоғыстырған рухани кешке айналды. 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымы 15 мамыр халықаралық отбасылар күні деп бекіткен болатын. Сол күн арнаулы күнтізбеге орай Тараз қаласының әкімдігі біршама іс-шаралар жоспарын бекітті. Соның ішінде ең ауқымдысы Қайрат Рысқұлбеков іс-шарасында өтіп жатыр. Мереке тек концертпен шектелмеді. Алдымен белсенді отбасылар арасында спорттық эстафета ұйымдастырылып, ата-аналар мен балалар өзара бақ сынасты. Бұдан кейін бүлдіршіндер отбасын әкем мен анам тақырыбында сурет салып, өз армандары мен қиялдарын қағаз бетіне түсірді. Бүгінгі мен салған отбасы тақырыбындағы салған суретім осы. Бұл суретте қарасаңыздар кемпір қосақтар. Кемпір қосақты салған себебім ол армандарға жетелейтін кемпір қосақ болып саналады. Бұл әрбір адамның көңіл түкпірінде өзінің бөлек әлемі болады. Осы суретке қарап отырсақ, сол сиқырлы әлемге саяхат жасағандай боламыз. Сайыс соңында жеңімпаздар мен белсенді қатысушыларға қала әкімдігі атынан естелік сыйлықтар табысталды. Тағылымды шара қала тұрғындарының басын қосып, бірлік пен өзара сыйластықты нығайтуға ықпал етті. Мөлдір Мамбай, Айдос Қыстаубек, 24 Ньюс.